Балалар бізде математика сабағы. Сабақтың тақырыбы 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Сабақтың мақсаты жазбаша көбейту алгоритмін қолданатын боласың. Балалар есептеуді қалай орындағанын түсіндір дейді. Яғни балалар 23 пен 3 санын көбейту керек. Ендеше 23 санын қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып аламын. Яғни 20 мен 3-тің қосындысы. Енді оны 3-ке көбейтемін. 20-ны 3-ке 1 көбейтіп алам. Және 3-ті 3-ке 1 көбейтіп алам. 20-ны 3-ке көбейтсем 60, 3-ті 3-ке көбейтсем 9. Бұл көбейткіштің мәні 69 болады. Енді балалар көбейтуді қалай орындалғанын құрастыр. Біз балалар өткен сабақтан бастап білеміз. 2 таңбалы және 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға көбейтуді баған түрінде жазып орындаған ыңғайлы. Бұл жағдайда көбейту таңбасын x деп аламыз. Көбейткен кезде бірліктердің, ондықтардың, жүздіктердің астына жазылып, көбейту бірліктерден бастап орындалады. Сендер бұл ережені жақсы білесіңдер. Балалар, тамаша. Ендеше 43 санын 2-ге не істейміз? Көбейтеміз. Енді бірлігінің астына бірлігін жазамыз. 2 бірлікпен 3 бірлікті көбейтемін. 2 3-ім 6. Енді 2 бірлікпен ондықты көбейтемін. 2 4-ім 8. Яғни жауабы 86 болады. Балалар, тамаша. Ендеше балалар, оқу тапсырмаларымызға назар аударайық. Балалар, бүгін күн атауын жазамыз. Яғни 8 ақпан каллиграфиялық сәтке 5 цифрын барлық талаптарға сай етіп жазып шығамыз. Жазып бітсек, балалар, оқу тапсырмаларына назар аударайық. Оқулықтарыңның 51-ші бетіндегі нөмірі 2-ші тапсырмаға назар аударайық. Яғни балалар, бұл жерде баған түрінде 2 таңбалы сандарды 1 таңбалы сандарға көбейту керек екен. Балалар, бұл тапсырманың 2-ші, 3-ші және 4-ші бағаны шығарасыңдар, ал 1-ші бағаны сендерге үлгі ретінде беріліп тұр. Яғни 31 мен 2-ні не істейміз? Көбейтеміз. Баған түрінде бірлігінің астына бірлігін жазамын. Көбейтудің таңбасын қоямын. Баған түрінде қалай болушы еді? X деген таңбамен астын сызамын қарындашпен. Енді бірлігінен бастап көбейтемін. 2 жерде 1 2, 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. Көбейтудің мәні 62. Дәл сол сияқты 13 санын 2-ке көбейтемін. Бірлігінен бастап көбейтемін. Яғни бірліктің астына бірлігін жазамын. Баған түрінде көбейтуді x пен белгілеп аламын. Қарындашпен астын сызамын. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6, 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2. Мәні 26. Дәл осылай баған түрінде не істейсіңдер балалар? Жазып шығарасыңдар. Тамаша. Ендеше балалар, 2-ші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Бұл сендердің оқулықтарыңның 51-ші бетіндегі нөмірі 3-ші тапсырма. Оның 2-ші, 3-ші және 4-ші өрнегін шығарасыңдар. Бірінші өрнек сендерге балалар үлгі ретінде шығарылып тұр. Ендеше балалар, бұл жерде амалдардың орындау ретін анықтайсыңдар және баған түрінде есептейсіңдер балалар. Яғни төбесіне қарындашпен 1, 2, 3 деп амалдардың орындалу ретін жазамыз және балалар баған түрінде жазамыз. Келістік пе? Дәл өрнектің астында баған түріне есептеп бірден жазасыңдар. Яғни балалар, бұл сендердің есептеулеріне өте ыңғайлы. Бірден одан кейін жауабын апарып жазасыңдар. Келістік пе балалар? Ендеше балалар, оқулықтың 3-ші оқу тапсырмамыз оқулықтың 51-ші бетіндегі 4-ші тапсырманың асы. Бұл балалар мәтін есеп екен. Есепті теңдеудің көмегімен шығар дейді балалар. Яғни сендерге қысқаша шартын жазылып тұр, жазып қойдым. Енді сендер мұқият есептің берілген оқисыңдар. Яғни балалар, бұл есепті теңдеудің көмегімен шығарасыңдар. Қазақ халқының тарихы туралы фильмді 900 адам көрді. Оның 325-і ересектер,
қалғаны балалар. Фильмді қанша бала көрді? Балалар белгісіз балаларды x қып алып, x саны деп алып, бұл есепті жаңағы теңдеу ретінде шығарамыз. Шешуі міне балалар, көрдіңдер ме? Жаңағы белгісіз балаларды x қып алып, мәні 900 деп теңдеу құру арқылы не істейсіңдер? Шығарасыңдар. Балалар? Тамаша балалар, барлық тапсырма сендерге түсінікті болса, сабағымыздың соңында сабағымызға кері байланыс береміз. Үшлеп белгісін жазып жібергендерін, маған бәрі түсінікті болды дегендерін, бірлеп белгісін, бір сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де сұрағым бар дегендерін, сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де көмекті қажет етем дегендерін. Жақсы балалар, келесі сабаққа дайындаламыз.